Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте нәзік әрі 30 минутта ғана дайын болатын керемет картофельный запеканка жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған майымызға 700 грамм фаршымызды жақсылап біркелкі етіп орналастырып аламыз. Осының үстіне тұзымызды, бұрышымызды және де өздеріңіз қалаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Менің жағдайымда 12 овощей. Осының барлығын қосып алған соң жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін осыны 15-20 минут піскенше пісіретін боламыз. Келесі кезекте жарты килограмм картошкамызды алып, ашып, жақсылап тұрып жуып, оны тураймыз. Ұсақтап етіп турасаңыздар тезірек піседі. Осыны қазір толығымен турап алып, пісіретін боламыз суға. Мінекей картошкамызды турап алдық, үстінен тұзын салып, ыстықта етіп суымызды құйып, картопымыз піскенше пісіріп аламыз. Мінекей картопымыз пісті, ендігі кезекте жақсылап тұрып еземіз, біркелкі болғанша. Осының үстінен қолдың майын немесе маргаринді салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте дайын тұрған противеньға фаршымызды тегістеп саламыз астына. Бұл фаршқа ешқандай су ештеңе құйылған жоқ. Өзінің майында пісті. Мінекей толықтай тегістедік. Осының үстіне пюремізді де салып, нығыз етіп тегістейміз. Ал мінекей тегістеп алдық. Ендігі кезекте үккіштен өткізілген сырымызды толықтай бетіне сеуіп шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізде 160 градуста 5-10 минут қана пісіріп аласыздар. Толықтай сырымыз ерігенше дейін. Ал мінекей достар, 30 минут ішінде ең нәзік әрі дәмді запеканкамыз дайын болды. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.